Бесінші есеп 4, 1, 2, 10, 3, 2, 3, 15, 3, 1, 4, 16, 5, 4, 2 неше шығады? Бізде жауаптар сәйкесінше 10, 18, 20, 24, 30. Енді қараңыздар балдар, пауза қосып, өз жауаптарыңызды беріп көріңіздер. Рахмет. Егер жауап берген болсаңыздар, мен сіздерге қалай шығаратынын көрсетейін. Мысалға, 4 қосу 1, 5, 5 көбейту 2, 10. Біз яғни 3 бұрыштың қосу, дөңгелектің көбейту екенін білдік. Қосу, көбейту, қосу, көбейту, қосу, көбейту. 3 қосу 2, 5, 5 көбейту 3, 15. Дұрыс. 3 қосу 1, 4, 4 көбейту 4, 16. Дұрыс. Енді 4-ші бөлігін көреміз. Қалай шығатын? Дәл осы алғашқы үшеуінде пайдаланған амалдарды қолданып. 5 қосу 4, 9, 9 көбейту 2, 18. Ал 18 бізде Б жауабы. 6-шы есеп 5, 3, 4, 2, 23. 7, 1, 3, 2, 40. 9, 2, 7, 2, 32, 8, 0, 12, 5. Қандай сан шығады? Міне жауаптар 11, 23, 72, 120, 136. Пауза қосып, жауап беріңіз. Рахмет. Енді тексерейік. Қандай дұрыс жауапы шыққанын. Мына жерде мынандай байланыс көптім. 5 көбейту 3, 15, 4 көбейту 2, 8, 15 қосу 8, 23. Сәйкесінше біз мына дөңгелектердің көбейту екенін білдік. Дөңгелек бар жерге көбейту қойып шығайық. Ал 3 бұрышымыз қосу екенін білдік. 3 бұрыш бар жерге қосу таңбасы қойып шығайық. Енді тексеріп көрейік. Мына 40 пен 32 шыға ма? Егер шықса, онда 4-ші амалға да пайдаланамыз. 7 қосу 1, 8, 3 қосу 2, 5, 8 көбейту 5, 40. Шықты. 9 көбейту 2, 18, 7 көбейту 2, 14. 18 қосу 14, болады 32. Бұл да шықты. Өзімізді амалы көшейік. 8 қосу 0, 8, 12 қосу 5, 17. Енді істейміз. 17-ні 8-ге көбейтеміз. 8, 7 көбейтсек 56, 6 жазам 5 ойда. 1, 8, 8, ойдағы 5 пен 13. Болады 136. 136 бізде Е жауабы. 7-ші есеп 8, 4, 12, 7, 20, 5, 7, 3, 7, 14, 17, 9, 11, 6, 40, 14, 2, 8, 3 неше болады? Міне жауаптары 20, 14, 12, 8, 4. Пауза қосыңыз, өзіңіздің деңгейіңізді анықтаңыз, төменге дұрыс жауап қалдырыңыз. Кейін бізбен бірге тексересіз. Рахмет. Егер шығарған болсаңыз, есептің қалай шығарылатынын түсіндірейік. Қараңыз. 8-ден 4-ті азайтайық. 4 болады. 12-ден 7-ні азайтайық. 5 болады. 4-ті 5-ке көбейтейік. 20 болады. Яғни, ромбтар азайту деген мағынаны білдіреді, мына жұлдыздар көбейту деген мағынаны білдіреді. Жазып шығайық. Көбейту, көбейту, азайту, азайту, көбейту, азайту, көбейту, азайту, көбейту. Енді 2 мен 3 тексерейік. Дұрыс шықса, сол амалды 4-ке пайдаланамыз. Яғни, логикалық есептердің осы амалдар тақырыбында бір қызық жері сізге амалдарды осындай фигуралармен жасырады. Сіз ол амалдарды өзіңіз ойлап шығарасыз. Сол себебі бұл ерекше. Кеттік. 5 көбейту 7, 35, 3 көбейту 7, 21. 35-тен 21 жазсақ, 14. Дұрыс. 17-тен 9 жазсақ, 8. 11-ден 6 жазсақ, 5. 8-ді 5-ке көбейтсек, 40. Бұл да дұрыс. Енді 14-ді 2-ке көбейтсек, 28. 8-ді 3-ке көбейтсек, 24. 28-ден 24 жазсақ, әрине 4 болады. Ал 4 бізде Е жауабы. 8-ші есеп 25, 32, 4, 12. 22, 8, 3, 2, 6. 32, 16, 12, 3, 6, 15, 5, 3, 1 неше шығады? Жауаптар 2, 4, 5, 7, 8. Төменге қалдырыңыз. Сіздің нұсқаңыз қандай? Пауза қоса тұрайық. Ал енді шығарған болсаңыз, мына есептердің қалай шығаратынын сізге түсіндірейін. Бірінші 20 бөлу 5 4 шығады, 32 бөлу 4 8 шығады. 4-ке 8 болса 12. Біз бұл жерден
квадраттардың бөлу екен, және дөңгелектің қосу екен біліп алдық. Енді оларды жазып шығайық. Енді қараңыз. 22 қосу 8, 30, 3 қосу 2, 5, 30 бөлу 5, 6, дұрыс. 32 бөлу 16, 2, 12 бөлу 3, 4, 2 қосу 4, 6. Бұл да дұрыс. Яғни біз енді төртінші амалды қолдансақ, дұрыс жауап таба аламыз. 15 қосу 5, 20, 3 қосу 1, 4, 20 бөлу 4, әрине ол 5. Ал 5 бізде С жауабы. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге шағын бір конкурс жасағым келіп тұр. Түркиядан келген құны 10 мың теңге тұратын кітап бар. Осы логикалық есептер сол жерден алынды. Амалдар тақырыбы 11-ші тест, соның ішінде. Сол кітапты өзіңізге алыңыз келсе, бізге төменге күшті бір пікір қалдырыңыз. Ерекше не үшін билға түскіңіз келеді, немесе билға қалай дайындалып жатсыз. Немесе жалпы біздің парақшамызға, ниш ктл дайындық парақшасына қандай сын пікір немесе алғыс айтасыз, соған бір әдемі пікір қалдырыңыз. Және біз қараймыз. Бір аптадан кейін қараймыз, кімде ең көп не жиналады, лайк жиналады пікірінде. 30 лайк, 50 лайк, 100 лайк ең көп жиналған 3 адамға осы кітапты сыйға тартамын. Рахмет.